Арма, ардақта, ән сүйер ағайын. Өздеріңіздің сүйікті ән мерекелеріңіз, ән мен әншіге қош келдіңіздер. Біз сіздерді шын жүрегімізбен сағындық. Әр кешімізді асыға күтетін аяулы көрермен, есенсіз бе? Жаке, саған не болды? Сәлем салып кеттің ғой. Енді сәлем салғаның артық жоқ қой. Осы біздер еркектерге оңай, ер азаматтарға көкірегімізге, кеудемізге қолымызды қоямыз, ассалаумағалейкум дейміз. Әйел байғұстарға обал. Барлық жерге сәлем сала береді, омыртқасы грижа болып кететін бұл жер. Соған сәл жеңілдеу болсын деп енді сәлем салып жатқаным ғой. Мұныңызға мен де қосыламын. Өйткені қазақтың қыздары дүниедегі ең сұлу қыздары. Сержан, ендеше тамаша ән тыңдасақ. Әрине, әні Жарылқасын Дәулеттікі, сөзін жазған Ибрагим Иса. Қазақ қызы орындайтын Мақсат Базарбаев. Желсіз шайқаған, қалайша сенсіз айдамын. Өзіңмен ұшып жүрмін ғой, қона алмай жерге қайтадан. Сезімге сонша қайранмын, жаныңа жіпсіз байландым. Ай менен нұрдан жаралған, атыңа сені жіпсіз байландым. Ай менен нұрдан жаралған, атыңа сенің айналдым. Мінезің жұмсақ мақпалды, гүлісің нұрлы ақтаңдай, жүрісің бейне ақ құс, жай жүзіп бара жатқандай. Сезімге сонша қайранмын, жаныңа жіпсіз байландым. Ай менен нұрдан жаралған, атыңа сенің айналдым. Сезімге сонша қайранмын, жаныңа жіпсіз байландым. Ай менен нұрдан жаралған, атыңа сенің айналдым. Жаралдың беккен шуақтан, оралдың беккен жұмақтан. Әжелер шөлін қандырған, нәр алдың беккен бұлақтан. Сезімге сонша қайранмын, жаныңа жіпсіз байландым. Ай менен нұрдан жаралған, атыңа сенің айналдым. Сезімге сонша қайранмын, жаныңа жіпсіз байландым. Ай менен нұрдан жаралған, атыңа сенің айналдым. Атыңа сенің
концертке келген халықтың мен ойын оқып бере аламын. 3000 адамның ба? 3000 адам болмаса да бір 300-нің ойын оқып бере аламын. Ал, оқып тыңдайық. Оқиын ба? Бұл кісілер бүйтіп отыр. Шіркін бүгін ән мен әнші деп отыр. Біз дәл түстік ән мен әншіге деп отыр. Ана 6-шы қатардағы 16-шы 17-ші орында отырған кісілерді көрдің бе? Жеңгеміз айтады ағамызға, ән мен әнші деп қойды. Иә, жеңге, ән мен әнші қуанып отыр ма? Қуанып отыр ғой, қуанышында шек болмай отыр ғой, рас. Егер дұрыс болса қол соғып қуаттап қойыңыздар Жанатбекті. Көрдіңіз бе, тек қана осы кісілер емес, бүкіл зал осы ән мен әнші екеніне сеніп, кәдімгі қуанышы қойнына сыймай отырған жағдайы бар. Байқайым, ол кісілер әрі бүгінгі концертімізде осы отырған көрермен Нұрғиса ағамыздың да әнін сағынып отыр. Сержан, сол әнді сіз де мен де сағынған сияқтымыз. Біз көрерменді, көрермен бізді сағынған сияқты. Нұрғиса Тілендиевтің әні «Сағындым» сөзін жазған Тұманбай Молдағалиев. Орындайтын Ұлту Қабаева. Көктемді сағындым ғой, өткенді сағындым ғой, өзіңмен бірге жүрген көкбелді сағындым ғой, ауылды сағындым ғой, бауырды сағындым ғой, бақытқа бағынамын, әкелсе жаным аман, сонда мен өздеріңді бауырлар сағынамын, жол күтіп елеңдеймін, сағынбай келер деймін, сағынбай келер деймін, жазды да сағындым ғой, назды да сағындым ғой, төбемнен ұшып өткен қазды да сағындым ғой, бәрі де оралмайды, күндерде зуылдайды, бәрі де оралмайды, бәрі де Осы адам есейген сайын адамның ойы өсе ме, жоқ әлде бойы өсе ме?
Сержан, енді кейбіреудің ойы өседі, кейбіреудің бойы өседі. Мысалға, қазіргі шығай деп тұрған әншінің ойы өседі. Сөзін жазған Серік Қалиев, әні Сейфуллин Жолбарыстікі «Махаббат» әні. Сахнада Сейфуллин Жолбарыс. Концерттік жобасы әрдайым көрерменмен жаңа есімдерді табыстырып таныстыруды міндет тұтқан. Сол міндетімізді де бүгін орындай отырып, сіздерді жаңа есімдермен таныс етпекпіз. Аққулар әнімен әні Орынбасар Әбжаппаровтікі, сөзі Серік Томановтікі. Сахнада Таңат Мамырханұлы.
айналшы нұрлы таңыма, айналшы гүлді бағыма. Ақ құлар, мамырлап қанат қақтыңдар, жанымның отын жақтыңдар. Ақ құлар, мамырлап қанат қақтыңдар, жанымның отын жақтыңдар. Ақ құлар, мамырлап қанат қақтыңдар. Ақ құлар, мамырлап қанат қақтыңдар, арудан әсем ақсыңдар. Әннің аты Гүлімай, сөзі Шона Смаханұлы. Мен қазір орындайтын әншін бір қара жіберейін. әні Гаухар Әлімбекованікі. Өзі Гаухар Әлімбекова. Желбіреген жалау едің жанымның, ертегідей қызығыңды сағындым. Мені көрсең үн қатпастан өтесің. Ақ сәулем-ау, айрылмастай не қылдым. Ақ сәуле, тағы өліп талғын дейсің бе, жалыныма күйіп жансың дейсің бе, ләйлісіне жете алмастан жынданығым. Енді маған мәжнүн болсын дейсің бе. Қуаныштан жарылардай жүрегім, бақытымды таптым ау деп жүрегім. Қарасаңшы менің жүдеу жүзіме, бір өзіңді ойлай жүдедім. Ақ сәулем, тағы өліп талғын дейсің бе, жалыныма күйіп жансың дейсің бе, ләйлісіне жете алмастан жынданығым. Енді маған
мәжнүн болсын дейсің. Жанатбек, біз саған осы бойдақ деп сен қыз деп қоймайтын едім. Байқайсың ба? Байқасаңыздар, бүгін ондай әңгіме айтылмай тұр. Оның себебі неде? Себебін сұрап тұрмын. Мен себебі болғанда қалай? Білмеймін енді оны. Не себепті? Себеп болғанда аса көп себеп жоқ, енді жаңбыр жауайын деп тұр ғой. Енді жаңбырдың бұл әңгімеге қандай қатысы бар? Енді өткен жаңбыр көп жауса, картоп көп шығады. Сосын сол картоп теремдеп жүргенде қыздарды ұмытып кетесің дегенім ғой. Әңгіме болсын дегенім. Қысылмай-ақ қой. Өзім айтайын, қадірлі көрермен, сіздер келінді, біздер жеңгелі болдық. Сіздердің келіндеріңізге, біздің жеңешемізге қатысты болуы мүмкін. Көше әні десек те болады. Сөзін жазған Ибрагим Иса. Орындайтын өзім сияқты мықты жігіттер квартеті. Әңгімесі ауылдың жеңешемнің мінезі, ағайынның бауырдың сәні бір өзі. Әңгімесі ауылдың жеңешемнің мінезі, ағайынның бауырдың сәні бір өзі. Есім білгені, келгеннен мені, еркем дегені, асау тентектігімді көркем дегені. Әңгімесі ауылдың жеңешемнің мінезі, ағайынның бауырдың сәні бір өзі. Әңгімесі ауылдың жеңешемнің мінезі, ағайынның бауырдың сәні бір өзі. Ешқашан егес бастаған емес, орамалын басына тастаған емес. Туғандарыма, қонғандағыма, орамалы сияқты аппақ арыда. Әңгімесі ауылдың жеңешемнің мінезі, ағайынның бауырдың
seni bir gözüm. Ұзақ күттіріп, сен күйеуге шықтың, үйлендің. Кешір. Тағы жолыңды қуған кімдер бар дегенім ғой? Сержан енді биыл мына бұл тұрғыда қазақ эстрадасындағы жастарға біраз квота бөлінді. Не бөлінді? Квота. Құдай сақтасын. Оның ішінде мен де бармын. Білеміз. Әйелің жоқ болғанда сен де ілінетін сол квотаға. Рахмет. Мен сияқты бақытқа бөленгендердің қатарында әншілерден Индира Расылхан бар. Квотаға ілінгендерде. Құтты болсын. Мәдина Садуақасова сол квотаны алу жөнінде өтініш берген көрінеді. Әйгерім Қалаубаева, жас әншіміз, квотаға қарамай бақытын тауыпты. Ал осы жақсылықтың арқасында мен үйленіп, сен жеңгелі болсаң, ал тағы да бір жаңалық. Менің әпкем күйеуге шығып, мен жезделі болдым. Қой, тойдың бар сіздің ауылда екен ғой. Бәрі біздің ауылда. Бәрекелді. Ол Бақытжан кім болды екен? Бірақ сен алдамай айт. Мен алдамаймын. Әннің аты Алдама. Әнін жазған Руслан Қара, сөзі Амангелді Тілегеновтікі. Сахнада менің жездемнің үйіндегі әпкем Шакизада.
қазаның оттан, шәугіміңіз газдан түспесін. Мынау сыйлығымызды қабыл алыңыз. ыдыс аяқ сізге. Иә. Рахмет. Иә, бақытты болыңыз. Ертең бізге үйге келгенде де құр қол келмессіз. Қазіргі тыңдайтын әніміз өте бір тамаша ән. Сөзі мен әні Жексенбек Қоңыратбаевтікі. Әннің аты «Айға қарап». Сахнада Ақылбек Жебелей. Мен де сені елестеп толған айдай, айың тусын оңыңнан жолың болғай. Бір өзіңсің арманым сәулетайым, адастырма аяулым баста солай. Айға қарап түсірем сен есіме, жыр жазамын бір сенде түн ішінде. Кездеспеген күндерім бір өзіңмен, уақыт өтпей қояды-ау тізбектелген. Ұшқындаған көздерің жолдастардай, қара шашың